Ермек Қонарбаев. Бір айыр сабан. Трактордың кабинасында екеу. Бірі тракторшы Жақсылық, екіншісі шөпші Майқара. Жақсылық 20 жасар бала жігіт. Майқара 40-қа кеп қалған. Жақсылық дөңгелек болбыр бетті, тамағында сәл тыртық дағы бар. Майқара қара өңді, бет терісі сүйек пен сүйек боп жабысқан. Жақсылықтың көз қарасы байсалды, Майқараның көзі бүкіл әлемді қармап алғысы келгендей тынымсыз. Екеуі де үнсіз. Жақсылық көп сөйлемейтін, томырық мінезді, доғал жігіт. Білгіштер мұндайларды айналымға келмейтін оралымсыз адам деп бағалайды. Майқара әншейінде сөзшең болғанмен Жақсылықпен әңгіме шүйіркесуге кемсінеді, баласынады. Оның үстіне келе жатқан шаруасына мазасызданып тықыршуда. Сен мана ауылдың сыртына тиіп қана тұр дегенің қайда? Қашан жетеміз? Деді бір кезде Жақсылық. Әні бір шоқтың ығында ғана, деп Майқара көз ұшында бұлдыраған ағашты сілтеді. Жақсылық одырайып бір қарады. Әттең, ақша төлеп, бригадирмен алған қағазың бар. Әйтпесе қайқайып ауылға тайып отырар едім. Бұлдануын қарашы мына шіріктің. Қисық ағаштай қыңыр өскен неме, деп Майқара ызаға булықты, өзімен Жақсылықты салыстырды. Жақсылық бір жесір әйелдің баласы, 10 жылдыққа шыдамай 7-ші класспен ғана тынған. Оған сабақ оқып, оқулыққа тесілгеннен гөрі тері бұрқырап, істеген жұмыс артық көріне беретін. Мал дегенде сынық мүйіз тайшасы бар, тауық қаздан басқа ұсақ мал жоқ. Жақсылық болса Майқараның кейбір мінездерін біледі де, сонысына қарай оны ішін құрт жайлаған мерезге санайды. Мәселен, оның үйіне газетті тек қол сүрту үшін ғана алдыратынын, жиылыс дегеннен гөрі қонаққа қуана баратынын, ал кассир ақша әкеліпті дегенді естігенде биесіне жайтақ мініп кеңсеге тұра шабатын жақтырмайды. Сөйлесе қалса аққу мен шортандай шәлкес тартып кетісерін біліп үндемейді. Қазір алдағы қыс қамымен Майқарада дамыл жоқ. Қыста отын табу оңай, шөп табу қиын деген қағида ол шөпке, сабанға жақын салулы. Бүгін жұмыстан соң Жақсылықпен келісіп сабанға келе жатыр. Жол түссе тракторға тіркелген салдырақтай темір арбаны теңдеп бір әкелмек. Бірақ ішім жем жағынан шығынсып басқа ешкімді ертпеді. Артқанда төбесіне шығып қарасатын болсаң болғаны, өзім-ақ әперіп үлгерем деп Жақсылықты үгіттеп көндіріп алған. Жақсылық кісі бетін қайтармайтын көңілшеңдігімен келісе салған. Майқараның әні жетеміз, міні жетеміз деп қиянға тартып келе жатқанда себебі бар. Осы бұрыс бұралаң түкпірден созылмай қалған бидай дерселерінде сабанымен қоса сырылып кеткен жерлерін біледі. Өзі бірге кеше ғана қуана сырысқан. Сол жерлерге бөтен қол жетіп үлгергенше қамдып қалмақ. Кәне, қайсына тоқтаймыз? Деді әбден уақытта Жақсылық. Тұра тұр, деп секіріп түскен Майқара да топ-топ иірімдерге қарай жүгіре жөнелді. Жалма-жан сабанға қолын тиіп жіберді де уыстап суырып алып иіскеді. Аударып, ақтарып қарайды. Сонсоң айнала жүгіріп, үңілген сабанның шамасын шолады. Тақа жаман емес, ұсақ ұлпа көк көмбек. Бірақ ана бір қуыста алғаш прямоймен соғылған көкшелер бар еді. Соған бару керек деген оймен Жақсылыққа келді. Ана бір қалтарысқа барайықшы, соның сабаны нәрілергеді. Сабанның аты сабан, бәрі бір емес пе? Немене таңдау бар? Айда көрсет біреуін, артайық, деп Жақсылық көнбеді. Майқара, қораңа мал бітіп көрмеген сен айырушы ма едің сабанды? Деп қалжыңдаған боп еді, оны құлағына да ілмеген Жақсылық. Әй шіркін неме-ай, деп ішінен бір сыбап алған Майқара. Қайдағы бір боқтыққа тоқтадың-ау деп әдейі күңкілдеп бара жатты. Бөлек салақ киімдерін шешіп, жеңілденген екеуі лыпылдатып арта бастады. Бірақ төбеде тұрған Жақсылықтың қимылы Майқараға ұнамайды. Өй, алдың тайқиып кетті. Өй, бүйірі шұқиып кетті. Обай артыңа төгіп әкеттің, деп қақсап бай баламдап жүр. Сабан әперген сайын бір қарап жаны ұшырды. Оның осылай бәйек болғанын қызық көрген, мәз мейрам болған Жақсылық. Ей, немене? Өз артысыңдай болып кетті ме? Деп сақ-сақ күледі. Бұған Майқара ештеңе демейді. Өткені совхоздың жұмысына ол үнемі төбеге шығады да, жанын онша қинамай, серіктерінің әперген шөбін түскен жерінде айырмен бір ұрып қойып, аяғымен баса береді. Осындай әдіспен үп-үлкен машиналарға бір өгіз шана шамалы ғана шөп қауқиып артылады. Әйтеуір машина саны болса болды. Салмағына қарайтын мәйекең жоқ. Басқа бір жерде болса, жаныңды қинағанда тапқаның жалғыз тайыншаң ба, дер еді. Қазір өзі жалынышты болған соң олай дей алмады.
тек «Ей, осы күннің жастар-ай!» деп басын шайқады да қойды. Әрі беріден соң Майқара өзі шықты, ұқыпты, өзімшіл, қол қанша дегенмен сабанды кірпіштей ғып басқылап, едәуірін сіңірді. Әлі осынша артыда сия беретін, жұмысқа шыныққан жақсылықтың өзі терлеп тепшіді. Болмай ма енді? Енді бір-екі айыр тастап жібер, әні бір масағы бар жерден. Осы сөз бірнеше рет қайталанып барып, ақыры бастырықты да басылып болды әйтеуір. Қағынып, сілкініп, бір-екі темекі тартысып алған соң Майқара: «Ал енді сәтін салса жүрейік», деді. «Жоқ, жүрмейміз». «Немене дейді? Түнеміз бе әлде?» «Ұстан айырыңды». Майқара аң-таң, мына болжыраған не деп былықтырайын деп тұр, деп бір ойлады да ішінше: білдім, бір-екі айыр тағы тастап жіберсек, көңілденіп арақты көбірек берер деп құлқыны құрып тұр ғой мұның, деген күдік сарт ете түсті. «Мұнда кел», деді Жақсылық. «Ал, келдік». «Келсең, ана шашылған сабан не болмақшы?» Не болушы еді? Жатады осылай?» «Жоқ, жатпайды». Жатпаса жермен ұшады?» «Жоқ, ұшпайды». «Жұмысшының еңбегін ешкімде желге ұшыруға тиісті емес, жинаймыз». «Ойбой-ау, есің дұрыс па өзіңнің? Жұрттың бәрі артқанын қалған жинап жүр дейсің бе?» «Жұрттың не дейтінін, не істейтінін білмеймін. Менімен келушілер осылай шашылған сабанды тәпіштеп жинап кетеді». Майқара шылымның түтінін будақтатып шоқиып отырды да соң есіне бірдеңе түскендей ұшып тұрды да: «Айтпақшы, сен әлгі комсомол шығарсың осы, Бәсе, комсомолдар үстеді. Кәне, ал қимылда, мен қарап тұрайын. Партиисте емес, комсомолда емеспін. Мен сияқты жабайларға қандай өнеге екенсің?» деп қиық-қиық күледі. Оның бұл қажуын естіген Жақсылық шаншулы тұрған айырын жұлқи алды да шапшаң өнімді қимылмен ағыл-тегіл тізеден шашылған сабанды аударыстырып жинай бастады. Әлгінде ғана тер мұншақтап қалжыраған жігіттің денесі зорайып, бойы өсе түскендей, адуын асқақ қимылдайды. Оның екпіннен үрпіп желпілдеген сары сабан өзі барып үйіліп жатқандай, маңайын тақырлап, тырнауыштан тазалап, үйілген сабанды айырдың сыртымен бастыра ұрып, үрпиген жерін басты да: «Міне, комсомолдар үстеді», деді. «Ал отыр кабинаға, комсомолдың не істейтінін тағы көрсетем». Кекесін күлкісін езуінде сақтаған Майқара: «Осындай босқа қызылмай боп, арам тер боп шығарғандарды аяймын», деді. Беларустың кабинасына отырып жатып: «Өзгеге өзіңнің көлеңкесінде қимайтын өзіңді аямайсың ба?» деп Жақсылық адырая қарады. Әдеттегісінен қатты жұлқынып алған трактор ытқи жөнелді. Бұлар ауылға жақындағанда күнде батуға таянып қалған. Қотанға кіре бере Жақсылық Майқара үйіне беттемей аңдыған бойы бөлімшенің шөп базына қарай тартты. Мұнысы несі деп алғаш аңырқап қалған Майқара Жақсылықтың ойын түсіне қалды. «Ой, жаман неме! Әй, қарағым, айналайын, қояйық енді өкпені. Тым кекшіл болмасаңшы, қайтеді сонша? Бұрылшы, үйге бұрылшы. Араққа тойғызайын, кеңірдегінен келгенше құяйын. Тіпті бар ғой, саған тіпті ақы да төлейін», деп жан ұшыра жалынды. Трактор бұрылар емес, Жақсылықтың беті бүлк етпейді. «Үстіме етіп төлейінші, тағы да сұрағаныңды берейін. Үйге апарып төңкеріп кетші бізді тек». Болмаған соң Майқара рөлге жапсайын деп еді. Жақсылық қолын қағып тастады. Әні-міне дегенше бұлар авто таразыға келіп те қалған болады. Таразы тақтайы ауыр жүктен ығысқандай ырғала қозғалғандай барып тынши қалды. Өлсе келсе артылған сабанның салмағы 20 центнер болып шықты. Жақсылық анадай жерде қибыжықтап тұрған Майқараға келді де: «Міне жолдас Майқара, сен 10 центнерге ақша төлеп 20 центнер сабан әкелмекші болдың үйіңе. Комсомол мұны көре тұра, көрмеді болады алмайды. Ол қазір тракторды айдап кіргізеді де совхоздың жем-шөп есебіне мына сіз артқан сабанды төңкереді. Ертең есепшіге нарядын жаздырады. Міне комсомол істеді». Майқараға бір қора малы қырылып апалаң-топалаң түсіп жатқандай көрінеді. Ыза әрі дәрменсіздіктен денесі қалтырап, көзі ақшаң-ақшаң етті. Селк-селк еткен қолы айырдың сабын мытып, уатып жіберердей жымыра түсті. Жақсылық баздың қақпағын ашып жатыр. Осы сәтті пайдаланып қалайын дегендей Майқара сабанның бүйір тұсынан айырды бойлата сұғып жіберіп, жан дәрмен бар күш қайратымен әрмен итере түсті. Күнне 10 машинаның төбесін шығарса шықпайтын тер әп сәтте шекесінен сорғалап, бүкіл самайын жуып кетті. Аузы әнтек қисайып, көзі қанталап барады. Ентіккен кеудесі сыр-сыр етеді, қасқырдың ырылдағаны сияқты. Арбаларымен тракторды қоса аударып тастамақ.
бірақ болмады. Өз қолымен табандатып тақтайлап артқан жүк қара зілдей тапжылмады, жігерін қайтарды. Амалы бітіп кейін шегінген Майқара айырын серпе лақтырып жібергенде трактордың теміріне барып шаңқ ете қалды. Қалш-қалш етіп, буынын әлсіз бүккен күйі шөкейіп отыра кетті. Ол қазір еңгезердей Майқара емес, көк жасыл жер бетінде бұққан кішкене ғана қара таңба нүкте сияқты еді.